Hello, how y'all doing? Сәлем, қалдарыңыз қалай? So, from today, I've decided to add some grammar because as I mentioned earlier, that you're not going to be able to speak English unless you know the grammar. So, from now on, I'm going to add a little bit more of a grammar, but not in a boring way, in a fast and simple way. Әрине ағылшын тілін граммарсыз сөйлеп кетем деген ол мүмкін емес. Қысқада және түсінікті ретте біраз граммардың сабақтарын қосатын боламын. Сондықтан осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең бастапқы көретін сабақтарымыз Tenses in English language, яғни ағылшын тілінде шақтар. Өздеріңіз білесіздер, қазақша немесе орысшада үш шақ бар негізінде. Олар ағылшыншада бар. Present tense, осы шақ, past tense, өткен шақ, future tense. Және ағылшын тілінің біздің қазақ тілінің өзгешелігі, ода үштен артық шақ бар. Мен сіздерге қысқадан нұсқа және оңай түрінде үйреткім келді. Сондықтан мен сіздерге 6-ға бөлдім. Олар present perfect tense, past perfect tense и future perfect tense. Келесі видеоларда бұлардың бәрін бір-бірден талқылайтын боламыз, ал бүгінгі сабағымыз present tense-тен болады. Present tense негізінде 2-ге бөлінеді. Біріншісі present simple, екіншісі present continuous. Немесе кейбір жағдайларда progressive деп те айтып жатады, бірақ екеуі бірдей. Present continuous дегеніміз не? Present continuous дегеннің аудармасы негізі жалғасып жатқан бір жайды жалғасымды continuous деп айтады. Ал present continuous десек, сол осы шақтың жалғасуы деген мағынада. Бұны қай кезде қолданамыз дегенде, көбінесе бір қимыл іс әрекет белгілі бір уақытта, белгілі бір мезгілде басталып, осы дәл сөйлеп отырған кезге дейін жалғасып жататын болса, соны continuous деп айтамыз. Сөйлем құрағанда ең алдымен subject келеді, сосын to be, сосын verb, оған қайткенде ing жаланады. Мысалдарды көрейік. Subject, he, she, it, with, they, I. To be дегеніміз is, are, am. Мысалы, бірінші мысал. He is coming to our place. Ол біздің жерге, яғни біздің үйге келе жатыр. Jane is taking care of her children. Jane өзінің балаларын қамтамасыз етіп жатыр. The dog is barking at the strangers. It бөтен адамдарға үріп жатыр. We are eating бешбармақ. Біз бешбармақ жеп отырмыз. Nick and Jane, they деген subject екеуі бірігіп, are attending the same school. Nick және Jane бір мектепке барып жүр. Бұл жерде Nick and Jane are attending the same school деп тұр, уақыттың ұзын қысқасына көп қарамайды, дәл қазір емес, олар мектепке дәл қазір бара жатқан мағынада айтып отырған жоқ, жалпылай осы биылғы сабақ жылын бір мектепке барып жүр деген мысалы. Кейбіреулер теріс түсінеді, мұнда қазір істеп жатқан болғандықтан continuous қолданамыз деп. Жоқ, олай емес, бір белгілі бір басталу уақыты бар, и қазір күнге дейін жалғасып жатса ing continuous'ты керектенеміз. Келесі мысал, I am improving my English language. Ағылшын тілімді жақсартып жүрмін. Бұл мүмкін, сіз 3 ай бұрын бастаған болуыңыз мүмкін, 1 жыл бұрын бастаған болуыңыз мүмкін, ағылшын тілін. Немесе даже 5 жыл болуға мүмкін. Бірақ сіз бір мезгілде бастадыңыз, яғни 5 жыл дейік, 5 жыл бұрын бастадыңыз, и қазірға дейін әлі де үйреніп келе жатсаңыз, сол осыны қажеттеніп сөйлейсіз. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Так, келесі. Present simple tense. Бұл простой, бұда ing қолданбайды. Present simple'да ескере кететін 2 жайы бар. Біріншісі бұл, екіншісі кейінірек айтатын боламын. Так, біріншісінен бастайық. Бұл қай кезде қажеттенеміз деген кезде осындай 4 жағдай болады. Facts, state of mind, habit and routine, төртінші opinion. Facts дегеніміз fact. Мысалы, we live and die. Біз өмір сүреміз және өлеміз. Бұл fact, Everest is the highest mountain. Everest
ең биік тау. Екінші жағдай, state of mind. Бұл ақыл-ойдың жай-күйі деп аударылады негізінде. Бұда keywords дегеніміз негізгі сөздер. Бұл жағдайда қолданатын сөздер. Олар love, like, enjoy, understand, know, care, etc. Көбінесе сезіміңізге байланысты. Мысалы, I love to travel. Мен саяхат жасағанды жақсы көремін. We all care for our family. Біз барлығымыз өз семьямызға қамқор боламыз. Үшіншісі, habit and routine. Бұл әдет және күнделікті іс-әрекет. Keywords, соның маңызды керектенетін, қажеттенетін сөздер олар always, usually, sometimes, hardly. Мысалы, John never tells a joke. Джон ешқашан анекдот айтпайды. Келесі, I always wake up before the alarm clock. Мен әрқашанда будильниктен бұрын оянып кетемін. She works the nights by the water. Төртіншісі, opinion, пікіріңіз. Think, believe, feel, agree. Тағы басқа. I think that discriminating people is wrong. Менімше, адамдарды алалаған өте теріс. Бұл сіздің пікіріңіз. He believes in God. Ол Құдайға сенеді. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Every night and every cloudy day, spread my wings and fly away. I believe I can soar. Catch me going through that open door. I believe I can fly. Believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Так, екінші жағдай. Екінші ескеретін жағдай, бір сөйлем құрағанда қалай құрау керек. Соны көреміз. Сөйлемнің екі түрі болады. Біріншіден to be қажеттеніп, екіншісі action қажеттеніп. To be дегеніміз быть, яғни болу, бір адам кім екенін анықтап айтып беретін жағдай. Мысалы, he is the boss. Ол бастық. Jane is their mother. Jane олардың анасы. The dog is a German shepherd. Бұл it ол овчарка. We are Kazakhs. Біз қазақпыз. Nick and Jane, they are twins. Олар егіздер. I am what I am. Менмін деген мағынада. Так, келесі action, действие. Бұл қимыл, іс-әрекет. Айтатын жағдай кезінде сөйлем қалай құралады. Ол бұдан to be-ден өзгеше келеді. Ол жерде is, to be-де еш қажеттенбейміз. Subject-тен кейін тура verb келеді әрине, бірақ қимыл іс-әрекеттің сөздері келеді. Мысалы, he works. Бұл жерде s. He, she, itке s жалған келеді, ал басқаларына жалғанбайды. Так, he works as the chairman of the company. Ол компанияның бастығы ретінде жұмыстайды. Бұл жерде works, жұмыстайды деген етістікті қажеттеніп тұрмыз. Ал бұл жерде ол he is the boss. Ол компанияның бастығы болып келеді деген мағынада. Екеуінің мағынасында сәл өзгешелік бар. Келесі, Jane nurtures her children. Jane өзінің балаларын мәпелейді. Неге? Себебі Jane is their mother. Jane олардың анасы, яғни олардың анасы болып келгендіктен she is nurturing her children. It, the dog barks at anybody but his owner. It өзінің иесінің басқаның бәріне үрейді. The dog is a German shepherd. We respect the elderly people. Біз үлкендерді сыйлаймыз. Why? Because we are Kazakhs. Бұл біздің дәстүріміз, бұл қазақ болғандықтан жасайтын іс-әрекетіміз. Nick and Jane act the same. Nick және Jane бірдей әрекет етеді. Неге? Олар егіздер. I do what I want
Мен не қылаймын, соны істеймін. Yeah, I do. Мен істеймін, не қылаймын. Because I am what I am. Мен болғандықтан. Okay, now it's time for the review. Так, жаңағы қарағандарымызды қысқаша бір қарап өтейік. Present tense екіге бөлінеді дедім. Present simple, present continuous. Present simple екі түрлі сөйлем құралады дедім. Біріншісі to be болған жағдайда. Мысалы, I am a teacher. Мен мұғалімін. Яғни менің кім екенімді айтып тұр, иә. Келесі action, қимыл іс-әрекет болған кезде қалай болады? Жаңағы төрт жағдайды да ескере кету керек. Егер fact болған кезде, мысалы, I teach English. Мен ағылшын үйретемін. Opinion, пікіріңіз. I think he teaches English. Менімше ол ағылшын тілін үйретеді. State of mind. I like to teach English. Мен ағылшын тілін үйреткенді ұнатамын. Habit and routine. I teach English every day. Бұл менің жасайтын күнделікті ісім. Ағылшын тілін үйретемін. Так, continuous болған кезінде белгілеу бұл оңай болып келеді. I am teaching you. Түсінікті, мен сіздерді үйретіп жатырмын. He is teaching you. They are teaching you. Болды, осымен тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті және пайдалы болды деген үміттемін. Келесі видеода кездескенше. Take care, bye bye.